Міне қазір жас балаларды көрейік. Қай тілде сөйлейді екен. Балалардың барлығы орысша сөйлейді. Міне жаңа балаларды көрдік. Барлығы орысша сөйлейді. Бұл енді әке-шеше тәрбиесі. Мына орта бәр жерде орысша сөйлеген жастар да орысша сөйлейді. Тек жастарды кінәлауға болмайды. Бұны бәр жерде кінә өзімізде, үлкендерде. Үлкендер орысша сөйлесек, балалармен орысша сөйлесек, балалар да орысша сөйлейтін болады. Егер керісінше қазақша сөйлейтін болсақ, үлкендер балаларға да соны талап қоятын болсақ, тәрбие беретін болсақ, қазақи соны сұранысқа қоятын болсақ, олар да қазақша сөйлейтін болады. Болашағымыз қалай болады, ол біздің өзімізге байланысты.